Мен Алаштың баласымын дейтін болсаң, қазақ баласы бейжай қарама. Мен Мағжанның, мен Міржақыптың, Ахметтің, Мұстафаның, Бөкей ханның аманатын жалғастырамын. Мен сол Алаш қайраткерлерінің, сол ардақтылардың жалғасымын дейтін болсаң, бейжай қарама қазақ баласы. Қадірлі достар, мемлекет басшысының саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау туралы комиссия құру жөніндегі жарлығын мен өте маңызды бастама деп есептеймін. Ата-бабаларымыз айтып кеткендей, әрине өлі разы болмай тірі байымайды. Және де біздің тарихымызда егер ұлт үшін, ел үшін, тәуелсіздік үшін жанынан кешкен ата-бабаларымыздың қадіріне біз жете алмасақ, түркі дүниесі, тұран әлемі толық тәуелсіздікке қол жеткізе алмайды деп ойлаймын. Сол үшін бұл жарлық менің ойымша өте маңызды. Ең алдымен сол жарлықтың мазмұнымен бір танысып алайық. Қуғын-сүргін құрбандарын ақтайтын мемлекеттік комиссия құрылады. Президент Тоқаевтың Сталиндік репрессия құрбандарын толық ақтау туралы жарлығы жарияланып, қоғам талқысына ұсынылды. Ол бойынша саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау ісі бойынша арнайы мемлекеттік комиссия құрылады. Президент жарлығының жобасы электронды үкімет порталында жарияланған екен. Онда репрессия құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссия құрылатыны айтылған. Мемлекеттік комиссияның ережесі мен құрамын бекіту, жарлықтың орындалуын бақылау президент әкімшілігіне жүктелген. Мемлекеттік комиссия президент жанындағы консультативтік кеңесші орган болады және өз қызметінде Қазақстан Конституциясы мен заңдарын басшылыққа алады деп жазылыпты. Ал жаңа құрылатын комиссияның қызметіне келесі функциялар кіретін болады. 1. Саяси қуғын-сүргін және заңсыз қудалау құрбандарына қатысты тарихи әділдікті қалпына келтіру. 2. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық заңдық және саяси ақтау үшін заң жобаларын және өзге де заңға тәуелді актілерді әзірлеу жөнінде үкіметке ұсыныстар әзірлеу және енгізу. 3. Жазықсыз сотталған және саяси қуғын-сүргінге өмірі мен бас бостандығынан айыруға, психиатриялық мекемелерді мәжбүрлеп емдеуге, елден шығаруға және саяси нанымдар, таптық, әлеуметтік, ұлттық, діни немесе өзге де қатыстылығы бойынша құқықтар мен бостандықтары өзге де шектеулерге ұшыраған тұлғаларды ақтау процестерін ғылыми зерделеу және жүргізу әдіснамасын анықтау. 4. Қазақстанда іс жүзінде ақталмаған саяси қуғын-сүргін құрбандары санаттарының толық тізбесін анықтау. Оның ішінде қолданыстағы заңнамада қамтылмаған құрбандар санаттары заңнамада аталған, бірақ іс жүзінде ақталмаған құрбандар санаттары. Құқықтық ғана емес, сонымен бірге саяси оңалтуға жататын қуғын-сүргін құрбандар санаттарының толық тізбесін айқындау. Оның ішінде Қазақстанның бостандығы, тәуелсіздігі және аумақтық тұтастығы үшін күресушілер өздерінің идеологиялық, ғылыми, шығармашылық, рухани, мәдени құндылықтары мен сенімдері үшін қуғын-сүргінге ұшырағандар. 5. Комиссия мүшелері зерттеушілер мен ұрпақтар үшін Қазақстан Республикасы президентінің, Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігінің, ұлттық қауіпсіздік комитетінің, прокуратура органдарының және өзге де мемлекеттік мекемелердің мұрағаттарындағы жабық қорлардың саяси қуғын-сүргіндер жөніндегі материалдарының қолжетімділігін қамтамасыз ету. 6. Мемлекеттік органдардың саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау мәселесі жөніндегі қызметін үйлестіру. 7. Қазақстан Республикасында ақталған саяси қуғын-сүргін құрбандарының құқықтарын қалпына келтіруде әдістемелік және құқықтық көмек көрсету. 8. Саяси қуғын-сүргін құрбандарын, оның ішінде Қазақстанның бостандығы, тәуелсіздігі және аумақтық тұтастығы үшін күресте ерлік көрсеткен адамдарды мәңгі есте қалдыру жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны қабылдауды қамтамасыз ету. 9.
акталгандардын укуктарын калпына келтирүү маселелери боюнча өтүнүчтөр менен шагымдарды карау. Мемлекеттик комиссияны Казакстандын мемлекеттик катчысы, ягни Карымбек Көшөрбаев мырза баскарат. Онун курамында галымдар, мемлекеттик органдардын, улуттук жана мемлекеттик архивдердин басчылары, коомдук уюмдардын өкүлдөрү киргизилет делинген. Төраганын шешими боюнча мемлекеттик комиссияга республикалык жана жергиликтүү деңгейдеги сарапчылар, сондай ак өзге да тулгалар энгизилүүгү мүмкүн. Жарлык жобасы 5 казанга дейин коом талкысына усунулуп отур экен. Енді осы жерде біздің міндетіміз өте зор деп ойлаймын. Өйткені бұл 5 қазанға дейін талқыға, қоғамның талқысына ұсынылған жарлық болғаннан кейін, жарлықтың жобасы болғаннан кейін, біз жаппай бұл мәселені талқылауымыз керек деп ойлаймын. Қазақ тілді блогерлер, ютуберлар, журналистер, жай азаматтар жаппай барлық жерде бұл туралы жазып, бұл туралы әрқандай мәселелерді талқылап жүруіміз керек деп ойлаймын да. Өйткені әрине бұны біздің ғалымдарымыз зерттейді, белгілі бір дәрежеге жеткізеді. Бірақ қоғамның рөлі осы жерде орасан зор. Кейбіреулеріңіз үкіметке деген оппозициялық көзқарасқа ие болуларыңыз мүмкін. Әрине ол да болуы мүмкін. Өйткені еркін ойлы азаматтар ретінде кейбір нәрсені қолдайсыз, кейбір нәрсеге қарсы боласыз, бұл енді түсінікті жағдай ғой. Бірақ та бұл бүкіл ұлтқа қатысы бар осындай мәселеде жұмылып жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Өйткені бұл онсыз да кешіккен мәселе еді. Бірінші бұл саяси қуғын сүргін құрбандарын ақтағаннан кейін, сосын барып осы мәселені міндетті түрде түркі кеңесінің күн тәртібіне біз енгізуіміз керек. Одан кейін Біріккен Ұлттар Ұйымының күн тәртібіне міндетті түрде енуге тиісті мәселе. Біздің мыңдаған зиялыларымызды атып тастаған қанішерлерден есеп сұрайтын, оларды жауапқа тартатын күнде алыс емес. Бұл мәселені талқылап, үкіметке көмектесу, ғалымдарымызға көмектесу қазіргі күннің, бүгінгі күннің ең үлкен борыштарының бірі деп есептеймін. Бұл өте күшті, өте керемет мүмкіндік, әсіресе ұлтжанды азаматтар үшін. Біз айтамыз ғой, мысалы үшін, саяси қуғын сүргін құрбандарын мамыр айында тиісті деңгейде еске алмадық деп, иә? Міне сіздерге жақсы мүмкіндік. Көтеріңіздер. Бұл туралы видеолар түсіріңіздер, посттар жариялаңыздар. Оларға пікір қалдырыңыздар. Енді әлеуметтік желі біздің қолымыздағы ең мықты күштердің бірі болып есептелінеді бүгінгі күнде. Сол үшін әлеуметтік желіні жақсы пайдаланып, тіпті бұл мәселені міндетті түрде бүкіл түркі дүниесінің мәселесіне айналдыруға тиістіміз. Менің саяси көзқарасым андай, менің саяси көзқарасым андай демей, біз үшін, ұлт үшін, ел үшін, тұран әлемі үшін, қазақтың тәуелсіздігі үшін жанынан кешкен, жанын пида еткен ата-бабаларымыздың біз аманатын жерде қалдыра алмаймыз. Әрбір азаматқа, әрбір блогерге, әрбір қазақ тілді ютуберларға айтатыным, саясаттанушыларға, зиялыларға, таксистерге, жай азаматтарға дейін, аналарға дейін айтатыным, осы саяси қуғын сүргін құрбандарын ақтау туралы жарлықты қолдайық. Бұл туралы әрбіріміз кем дегенде бір пікір айтайық. Тек қана посттардың, видеолардың астына пікір қалдыру туралы айтып отқан жоқпын. Әрбіріміз бір пост жазайық, әрбіріміз қолдау көрсетіп жатқанымызды білдірейік ашық түрде. Видеолар түсірейік, посттар жариялайық, мақалалар шығарайық. Өз пікірімізді білдірейік. Егер осы жарлықтың жобасында сіздерге ұнамайтын жерлер болса, онда толықтау үшін міндетті түрде өз ойыңызды білдіріңіздер. Осындай видеолармен бөлісіп, белсенділік танытыңыздар. Егер менің болашағым жарқын болатынына сенемін дейтін адам болсаңыз, қазақ баласы бейжай қарамаңыз. Егер Міржақып бекер өлген жоқ, Мағжан бұл дүниеден
бостан босқа кеткен жоқ дейтін болсаң, бейжай қарама қазақ баласы. Егер Алаш Орданың аманатын мен жерде қалдырмаймын десең, бейжай қарама қазақ баласы. Мен міндетті түрде олардың аманатын орындаймын. Мен Алаштың ұрпағымын. Мен Алаш Орданың жалғасымын дейтін болсаң, бейжай қарама қазақ баласы. Тұран елі бірі болсын. Қазақстан мәңгі жасасын.